Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте жұмсақ алма қосылған ватрушки дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға шекерімізді, тұзымызды және ерітілген сары майымызды қосып, және сүтке дрожжды араластырып, ұнымызды сала отырып, әдемі жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Барлық рецептін описанияға қалдырып кететін боламын. Описаниядан қарап жасасаңыздар болады. Міне осылай ұнымызды сала отырып, әдемі жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Енді қамырымызды көтерілдіруге қоямыз. Міне осылай қамырымызды дайын болған бетін жауып, жылы жерге көтерілдіруге қоямыз. Енді осылай 3 алмамыздан салма дайындаймыз. Ол үшін бізге салмамызды уақтап турап алып, 50 грамм сары майға алмамызды салып, 2 қасық, 2,5 қасық шекерімізді салып, үздіксіз араластыра отырып, осындай 2 қасық балымызды салатын боламыз. Балымызды да салып, әдемілеп араластырып отырып, лимон шырынын тамызатын боламыз. Лимон шырынын осылай тамызып алғаннан кейін үздіксіз астын былғап отырамыз, күйіп кетпеу үшін. Мінекей біздің баяу отта алмамыз дайын болды. Енді осыны суытуға қоямыз. Қамырымызды 2-ге бөліп алып, табамызға пергамент қағазын төсеп, әдемілеп дөңгелекше етіп жайып шығамыз. Осылай табамызға жайып, орналастырып алғаннан кейін кукурузный крахмалды сеуіп шығамыз. Начинкамыз бен қамырымыздың екі ортасы шикі болып кетпеу үшін осылай кукурузный крахмал себеміз. Әдемілеп сеуіп алғаннан кейін салмамызды салуға кірісеміз. Суынан ажыратып, салмамызды біртіндеп әдемілеп салып шығамыз. Суынан алып, алмаларымызды салып алғаннан кейін, енді екінші қамырымызды жайып, әдемілеп бетін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады. Осындай начинкамызды салып алғаннан кейін, әдемілеп тегістеп, екінші қамырымызды жайып, әдемілеп бетін әсемдеп шықтым. Әркім өз қалауынша істейді. Бетін ашық қылып та қалдыруға болады. Мен екінші қамырмен осындай әдеміше гүл тәріздес жапырақ құсатып осындай әдемдедім. Неге біздің пирогымыз дайын, бетін ашық қылып қалдыруға да болады. Неге осындай бізде беті қызарғанша қызып тұрған пешке пісіріп алатын боламыз. Біздің пирогымыз дайын. Бұл жұмсақ алмалы ватрушки деп айтылады. Ватрушкамыз біздің дайын. Енді баршаңызға берекелі ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда талай қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Кездескенше
күн жақсы болсын.